мейірімді бозторғай. Бір заманда залымдар Ғайса пайғамбарды қинап өлтірмек болады. Оны ағашқа керіп, күннің көзіне қақтайды. Бір жұтым су бермей, таңнан кешке дейін ағашқа іліп салбыратып қояды. Сол сәтте бір топ торғай ұшып келіп, тұмсығымен пайғамбардың аузына су тамызады. Денесіне кірген тікендерін тұмсығымен тазалайды. Пайғамбар дүниеден өткенше жанында шырылдап ұшып жүріпті. Ғайса пайғамбар оларға мейірімі түсіп қараған екен. Сол мезетте бозторғайға кие дарып, пайғамбардың ықыласына бөленіпті. Торғайды нақақ өлтірген жанды құстың обалы ұрарды деген тыйым қалыпты. Бозторғайдың шырылы. Жерді топан су басқан соң Нұх пайғамбар үлкен кеме жасайды. Кемеге жан-жануар мен жеміс-жидектің дәнін толтырып жинайды. Бірақ кемеге ібіліс те жасырын кіріп кеткен еді. Ол әркімді азғырып, үнемі бүлік шығарып жүреді екен. Бірде қорапта жатқан жүзім ұрығын ұрлап алады. Нұх қанша іздесе де жүзімнің дәнін таппайды. Хайуандардан сұраса, ешқайсысы көрмеген. Ол: «Әй ібіліс, жүзімнің дәнегін алған сен бе?» деп сұрайды. «Жоқ, оны қайтем? Жүзімді торғай жеп отырған, мен көрдім» деп өтірікті соғып жібереді. Барлық хайуан торғайға жабылып дүрсе қояды. Бейшара торғай шыр-шыр етіп ұшып, жаны қалмай ақталады. Тіпті булығып жылап жібереді. Нұх ібіліске қарап: «Әй залым, өтірік айтуды қоймайсың. Торғай жүзімді жемеген, мен оған сенемін» деп торғайдың басынан сипайды. У-шу басылып, жануарлар торғайдан кешірім сұрапты. Өзінің кінәсіз халін айтып, бозторғайдай жаны қалмай шырылдады деген сөз осы аңыздан тәмсіл болып жеткен екен. Бозторғай аңызы. Бірде Мұхаммед пайғамбар көкке қарап пікір етіп отыр еді. Көз ұшына екі құс ілінеді. Әп сәтте олар жақындай түседі. Қараса, бір торғай жан дәрмені қалмай қашып келеді. Бір лашын өткір тұяғын қылыштай сермеп ізінен қуып келеді екен. Торғай ышқына қашып, пайғамбардың қойнына кіріп тығылады. Үрейден денесі дір-дір етіп қалшылдап отырады. Лашын қанатын созып, пайғамбардың қарсы алдына қонақтайды да адамша тіл қатып: «Әй адамзат, менің жемтігімді қайтар. Тәңірі тағала бүгінгі несібем етіп, осы торғайды бұйыртып еді. Ол сенің қойныңа тығылды. Араша түспей босат, қарным аш, іштегі жыланымды басуым керек» дейді. Пайғамбар бозторғайды алақанымен сипап: «Уа лашын құс, мен саған қой етін берейін, соны же, мына торғайға тиіспе» дейді. Лашын көнбейді. «Қой еті қорғасын деген, одан да торғайдың еті жұмсақ келеді» дейді. «Онда сиырдың етін берейін» дейді. «Жоқ, сиыр еті 40 жылдық дертті қоздырады» деген. «Көнбеймін» дейді. «Онда жылқының етін берейін». «Жоқ, жылқы еті тез қорытылады, қарным қайта ашады». «Түйенің етін берейін». «Жоқ, түйе еті жалқаулықты шақырады». «Ендеше торғайдың орнына не сұрайсың?» «Екі көзіңді ойып бер» дейді. «Жақсы, екі көзімді торғайдың жаны үшін аямаймын. Тек бұл байғұсқа тиіспесең болды» дейді. Сол сәтте лашын құс Әзірел періштеге, торғай Жебірейіл періштеге айналып шыға келіпті. Олар: «Уа Әзіреті Мұхаммед, сені жомарт, шырылдаған торғай үшін де жанын береді» деп мақтаушы еді. «Соны сынайық деп келдік. Сен расымен титімдей торғай үшін қос жанарыңды аямадың. Құсқа пана болып, жыртқышқа алдырмадың. Бізге ең ұнайтын қасиетің осы. Үмбетің де осылай аң құсқа пана болса, біз олардың тілеуін тілеп, Құдайдан амандығын тілер едік» дейді. Осылайша Әзіреті пайғамбар бозторғайға болысқан екен. Бозторғай күйі. Бір бозторғай ағаштың бұтағына ұя салады. Бір күні оның ұясын жылан байқап қояды. Ол ағашқа өрмелеп, жемтігіне жақындай түседі. Жыланды көрген торғайдың жан дәрмені қалмайды. Шыр-шыр етіп жанын қоярға жер таппайды. Жылан тілін сумаңдатып, ысылдап ұяға келеді. Ажалын сезген балапандар да шиқылдап анасынан көмек күтеді. Ал торғай дәрменсіз еді. Ұяға бір қонып, бір ұшып тыным таппайды.
Балапанын көтеріп әктейін десе қайраты жоқ, жыланмен алысайын десе айбаты жоқ. Жылан аузын ашып балапанның біріне төне түседі. Аузынан аққан сілекейі сарауыз шөженің маңдайына тамады. Балапан онан сайын ышқына шырылдайды. Бұл көрініске бозторғай шыдап тұра алмайды. Көзін тарс жұмады да жыланның аранына өзі барып түседі. Жылан бозторғайдың басын тістеп, жемтігін жұта береді. Балапандар анасының өлімші халін көріп, тіршіліктен үмітін үзеді. Жыланнан құтылмасын сезеді. Енді оларда тағдырға мойынсұнып, ажалын қарсы алады. Күйдің мазмұны осылай баяндалады. Авторы белгісіз ежелден келе жатқан аңыз күйдің бірі деседі. Торғай адамды көрсе, маған жем шашса екен деп тілейді. Сол сәтте адам жем шашса, Құдай ол адамның тілегін береді деседі.